Педагогтерді аттестаттау ережесіне ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалармен жұмыс істейтін педагогтарға қатысты 10 өзгерістер енгізілді. Алғашқы рет арнайы педагогтер арнайы педагогика саласында оқытатын бейіні бойынша тест тапсырады. Яғни, педагогтер сурдопедагогика, тифлопедагогика, логопедия және олигофренопедагогика пәндері бойынша тестті бөлек тапсырады. Білім беру ұйымдарының, педагог ассистенттерінің білімі педагогика және психология негіздері бойынша бағаланады. Арнайы педагогтың материалдарын, яғни портфолиосын бағалау кезінде ерекше білім беру қажеттіліктері бар оқушылардың жетістіктері болған жағдайда ғана есепке алынатын болады. Арнайы ұйым басшысының және орынбасарларының портфолиосын бағалау кезінде арнайы білім беру ұйымының қызметінің ерекшелігі ескеріледі. Осы орайда шекті балда төмендетіледі. Білім беру ұйымдарынан арнайы педагогтың сабағын бақылау үшін арнайы мамандардың сабақ жүргізу ерекшеліктеріне ескеріледі. Ол үшін жеке бағалау парақтары және бақылау критерийлері әзірленді.